Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мынабай су бар. Аласыз ба? Сәлем достар! Достар, бүгін көзайым бізде жүрекке айналып кетті. Kozayan family. Туй, базарға баруым керекші. Біреу келді ма? Кім бұл? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мынабай су бар. Аласыз ба? 500 теңгеге. 500 теңге? Иә, 500 теңгеге берем. 500 теңгесінес, бұл не су өзі? Қызықсыз, не үшін кеп тұрсыз біз неге? 200 теңгеге берем болмасам. Тегін берсеңіз де керек емес, 200 теңгесінес, кетіңізші бар, неғып кеп тұрсыз? Ала салсаңызшы, тәтті су. Күшті, балалар жақсы көреді, жасы түсі зеленый. Айналайын, алмаймын мынаны, ішіп қойған ба, бір бәле ғой? Бұны ешкім ішпеген. Бұл өзі сондай зеленый. Тәтті су, мәңіз. Ойбай, кетіңізші, алмаймын деймін. Қызық екенсіз ғой, сіз кетіңіз бар. Жарайды, сізге тегін ақ берем. Мәңіз, ал. Алып кетіңіз, керек емес маған тегінде. Мамны қайда кетті? Қайда кеттің? Кетіп қалған ба? Жынды екен ғой мына. Мына жынды екен ғой. Жап-жасыл суын тастап кете салған несі мына жерге? Туба, мынау не пәле енді мынау жап-жасыл. Бізге мынадай жап-жасыл су беріп кетті, қарашы. Қараш, біреу тастап кетті мынаны. Иә, бір түрі жаман қап-қара біреу тастап кетті мына суды. Не істейміз енді бұл суды? Ішіп көреміз ба? Ішіп көреміз ба, точно? Жоқ, бұны ішпейік, алдымен бұны біз химиялық лабораторияда мен көрейін. Бұның құрамы қандай көрейін, жарай ма? Көзайым, бөлмеде стаканның ішінде тұр. Өзің алып ше ғой. Давай со мной. Көзайым, сен не істеп қойдың? Ішпе бұны. Бұл деген химиялық сусын ғой. Мен лабораториялық жұмыс жасап жатырмын ғой. Саған мен мына суды іш дедім ғой, Көзайым. Ойбой, қалай сезініп тұрсың өзіңді? Жақсы сезініп тұрсың ба? Точно шерің ауырып тұрған жоқ па? Көзайым, саған не болды? Көзайым, саған не болды? Сен шірек болып кеттің. Қызым, сен химиялық шіректің сусын ішіп қойдың. Қызым, енді саған антидот дайындау керек. Бірақ бізге антидот дайындауға 2-3 тапсырманы орындау керек. Қызым, бізге ешек табу керек. Ешек бізге айтады не істеу керек екенін. Қалай біз шіректен адамға айналамыз? Жүр, ешек тауып алайық. Сәлем, шірек Көзайым. Мен ешекпін. Көзайым, сен антидот жасау құпиясын таппай жүрсің бе? Көзайым, сен алдымен шашылып жатқан ойыншықтарды жинауың керек. Сосын сен мысықты тап. Мысық саған қалай антидот жасау керек екенін айтады. Түсіндің ме мені, Көзайым? Достар, қарандаршы, Көзайым бүкіл ойыншықтардың бәрін әдемилеп жинап қойды. Ендіше, Көзайым, бізге енді ешек пен мысықты табу керек. Егер біз ешек пен мысықты тапсақ, онда біз антидот жасаймыз. Сәлем, шірек Көзайым, сен антидот жасауды білмей жүрсің бе? Антидот жасау үшін сен пиязды иіскеп, пияз суын ішуің керек. Сол кезде сен баяғы қалпыңа келесің. Түсіндің бе? Кеттік, Көзайым, ендеше пиязға кеттік кухняға. Кеттік, давай. Көзайым, пияздың иісі қандай екен? Сәс кеткен ба? Фу ма? Енді иіскеу ғой, енді амал жоқ. Иіске. Фуй. Достар, мынаны шірек қалай жеп жүрген масқара ғой, мынау деген сасып кетті. Ойбай, достар, мынаны пиязды қалай жеп жүр шірек?
сасып кеткен ғой я. Да. Қалай жеп жүр? Сен жей аласың ба пиязды? Жей алмайсың ба? Шіректердің бәрі пияз жейді ғой. Енді су ішейік көзайым. Достар, міне мынау пияз қосылған су. Көзайым кәне ішіп қой. Қалай болып жатыр? Нормально? Нормально. Кәне дәмін ішіп көрші. Ой, мама, ачы. Ащы ма? Да. Амал жоқ. Қалай болып жатсың? Достар, қараңдар, көзайым жайлап адамға айналып бастаған сияқты. Достар, қараңдар, көзайым адамға айналды. Ура! Достар, егер бүгінгі біздің видеомыз ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар, я көзайым, я? Және де міндетті түрде сіздерге біреу осындай белгісіз түсті сусындар алып келсе, оны ішуге ешқашан асықпаңыздар. Өйткені сіздер шірік болып кетулеріңіз мүмкін, я көзайым, я? Да. Не дейміз достарға? Пока.